Сіздермен тағы да математикалық сауаттылықтан бір нұсқа талдайтын боламыз. Тағы да айтамын, құрметті оқушылар, тіркеліңіздер. Жаңа нұсқаларды талдаймыз, жаңа информацияларды, неше түрлі есептерді шығару тәсілдерін барлығын сіздермен бөлісіп отыратын боламыз. Енді бастайық. Күріштің құрамында 75% крахмал дейді. Биологтар біледі. Осындай ма, осындай емес пе білмеймін, бірақ біздің есептің көрсеткіші осындай. Айтады бізде, жалпы 60 килограмм күріштің неше пайызы крахмал дейді. Енді қараңдар, біз бұл жерде 100%-ды 60 килограмм деп аламыз. Килограмм деп аламыз. Ал 75%-ын x килограмм деп аламыз. Сөйтіп, осы жерде крахмалдың, яғни 75%-ның нешеге тең екенін табамыз. X тең. Так, x-ке қарама-қарсы 100-ді астына жазамыз, қалған екеуін көбейтіп үстіне жазамыз. Бұдан тең 45 шығады. Калькуляторда аласыңдар, мына екеуін көбейтесіңдер, шыққан санын 100-ге бөлесіңдер. Қараңдар, бұл жерде пропорцияда негізгі мақсаты, ең негізгі жасалатын жұмыс бұл пропорцияны дұрыс құру. Немен нені теңестіретіндерді білу. Біз жерде 60 килограмм деген барлығы, значит барлығы десе біз оны 100% деп аламыз. Потом пайыздың астына пайызды, килограмм астына килограммды жазып пропорция құра саламыз. Ең негізгі жұмыс бұл жерде бірдей шамаларды теңестіру. Ең негізгісі осы. Так, келесі. Егер автобуста 30 жолаушы. 30 жолаушы дегеніміз бұл барлығы. Яғни біз 30-ды 100% деп аламыз. Потом айтады, нешеуі оқушы дейді. Оқушы мына жерде бізде 30%. Пайыздың астына пайыз жазамыз. Бұдан ары x дейміз. Міне, дәл осы 4 санды жазу ең негізгі жұмыс процент табуда. Любой пропорцияда. Бұдан x тең. Тағы да x-ке қарама-қарсы 100-ді астына жазамыз. Қалған екеуін көбейтіп үстіне жазамыз. Тең 9. Міне, жауап 9. Бірінші есептің жауабы 45-сы. Екінші есептің жауабын айттық. Енді, қараңыздар, наурыз дегеніміз бұл бізде 3-ші ай. Қанаттың еңбек ақысы 45 мың теңге болған. Ал Мараттікі 54 мың теңге болған. Енді айтады, келесі әрбір айда қанаттың еңбек ақысына 2500 теңге қосылады дейді. 2500 теңге қосылады, мынаған 1500 теңге қосылады. Қанша айдан кейін, немесе қай айда екеуі теңеседі дейді. Қараңдар, бізде қандай да бір x ай өтсін. Каждый айда 2500 теңге, x айда x көбейтілген 2500 теңге қанаттікіне қосылады. X көбейтілген 1500 теңге Мараттікіне қосылады. Мына екеуін дұрыстап түсініп алыңдар бірінші. Сөйтіп айтады, екеуі теңеседі дейді. Значит, біз екеуін соңында теңестіре саламыз. 4500 қосылған 2500x тең 5400 54 мың банау. 54 мың қосылған 1500x. Сөйтіп, x-тер бір жаққа, сандар бір жаққа жинаған кезде, мұнаны бері қарай минусқа өткізсек, мына жерде 1000x қалады. Азайтылып кетеді. Тура сол сияқты, мына 45 мыңды бері қарай өткізген кезде азайтылып кетеді, 9 мың қалады. Бұнда x тең 9. Значит, x тең 9. Значит, 9 айдан кейін екеуі теңеседі деген сөз. Дәл қазір наурыз 3-ші ай. Оған 9 айды қоссақ, бізге 12-ші ай шығады. Ал 12-ші ай бізде желтоқсан екен. Так, келесі. Футболдан өтетін турнирге барлығы 14 команда қатысады. Әр команда қалғандарының әрбірімен 2 реттен ойнайды. Өз алаңында және қарсыласының алаңында. Дома в гостях деген сияқты. Турнирде барлығы қанша матч өтетіндігін табыңыз дейді. Енді қазір мен сендерге осының біреуін көрсетемін, сосын ары қарай автоматты түрде шығаруды көрсетемін. 14 команда болса, 14 көбейтілген 13 тең бөлінген 2 тең 91. Міне, осылай таба салсаңдар болады. 14-ті көбейтеміз 13-ке бөлінген 2. Ең тез шығару жол осындай. Немесе қараңдар, логично ойласаңдар былай болады. 14 команда, 14 команда. Сол бірінші команда тұрады да қалған 13-мен ойнайды. Сол емес пе? Өз-өзімен ойнамайды ғой. Одан екінші команда тұрады да қалған 12-мен ойнайды. Үшінші команда тұрады да қалған 11-мен ойнайды. Соңғы команда біреумен ойнайды. Осының барлығын қосатын болсақ, бізде 91 шығады. Жаңағы біздің 14 көбейтілген 13 бөлінген 2 деген тәсілмен.
мынадан да 91 шығады. Міне екі жолды да түсіндірдім, екеуін де жаттап түсініп алдыңдар. Біреу болмаса біреумен шығарасыңдар. Бірақ бұл бір рет ойнағандағысы. Енді біз екінші рет ойнаған кезде оны 2-ге көбейтеміз, сонда 182 ойын шығады екен. Мынадай есептерде көп кездеседі. Шахмат ойнады, бір-бірімен амандасты, турнирде мынанша адам қатысып жатыр деген сияқты есептерді осылай шығарасыңдар. 14 команда десе, 13-тен 1-ге дейін сандарды қосасыңдар. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл, 14 команда десе, 14 көбейтілген 13 бөлінген 2. Мен екеуінде айттым, оны тағы да 2 көбейтесің, өйткені 2 ретте ойнап шығады. Так, 5-ші есеп. Графикте бір тәуліктегі ауа температурасының градус көрсетілген болса, онда оның медианасында қараңдар. Медиана табу үшін біз көрсетілген мәндерді ең кішісінен бастап ең үлкеніне дейін барлығын жазып шығуымыз керек. Ең кішісі бізде -4, потом -3 міне, потом -2-ден 2 бар міне, екеуінде жазамыз, -2 и -2, потом 0-ден жоқ, 1 бар, 1-ден 3 бар, 3-інде жазамыз, потом міне 3-ден 2 бар, 3, қайдан алып ататын емеңдер, мына 3, мынадан алып атыр, мына жер 3. Так, потом 4-тен біреуі бар, 5-тен біреуі бар, 6-тан біреуі бар. 4, 5, 6. Енді қараңдар, біз бірінші неше сан екенін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Медиана дегеніміз дәл ортасында тұрған санды медиана деп айтамыз. Бізде дәл ортасында қазір ештеңе тұрған жоқ. Мынау тұр дәл ортасында. Егер дәл ортасында сан болмаса, онда сол дәл ортасындағы екі санды қосып 2-ге бөлеміз. 1 қосылған 1 бөлінген 2 тең 1-ге. Мына жауап 1 болады. Тағы да айтамын. Сандарды ең азынан ең үлкеніне қарай жазып шығамыз бірінші. Сөйтіп дәл ортасындағы сан медиана болады. Ал егер дәл ортасындағы сан болмаса, сол ортасындағы екі санды қосып 2-ге бөлеміз. Келесі 6-шы есеп. Т-ны тап дейді. Бұл жерде оңай. Былайынан пропорция жасаймыз. Мына 3, мына бөлшектің үстіндегі каждыйына көбейтілді. 3-ті қосылған 9. Тура солай былайынан көбейтеміз. 4-ті минус 10. Т-ны бері қарай өткіземіз. 3-ті азайтылған 4-ті тең минус 10 азайтылған 9. Т-ларды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Бұдан минус Т тең минус 19, бұдан Т тең 19-ға. Жауабы Б. Так, келесі. Мараттың 4 еселенген қазіргі жасынан оның 4 жыл бұрынғы жасын 6 еселеп шегерсек, оның қазіргі шығады. Мұна жаңылтпаш. Мынау есебіміз жаңылтпаш қой. Бірақ қазір теңдеу құрамыз. Теңдеу құрған кезде, құрметті оқушылар, Мараттың қазіргі жасы X. Қазір жалпы сөйлем қалай айтылды, тура сонымен жазам қазір. Мараттың 4 еселенген жасы 4x. 4 жыл бұрынғы x азайтылған 4. 4-ге азайтамыз. 6 еселеп, осыны 6-ға көбейтеміз. Шегерсек азайтамыз. Оның қазіргі жасы шығады тең x-ге. Қазіргі жасы оның x. Міне теңдеу құру деген осы. Ары қарай 4x азайтылған 6x қосылған 24 тең x-ге. Бұдан 4x азайтылған 6x азайтылған x тең минус 24-ге. Минус 3x тең минус 24-ге, x тең 8-ге. 8-де екен ғой. Кішкентай бала екен ғой 8-ге. Түсінікті ғой міне. Осылай шығарасыңдар. Келесі. X-тің қандай мәндерінде мына сандар қатар өзгеріс ауқымы 14-ге тең болады. Қараңдар. Өзгеріс ауқымы деген сөз максимум мәннен минимум мәнді азайтамыз. Сол кезде бізде 14 шыққан. Бірақ бізде бір белгісіз санымыз бар. Ол сан ең үлкені или ең кішісі екенін білмейміз, өкінішке қарай. Сондықтан біз қазір ешкімді ренжітпеу үшін екі жағдайды да қарастырамыз. Бірінші, x ең үлкен сан деп, x максимум деп бөлеміз. Ол кезде біз x азайтылған, ол кезде минимумымыз біздің 3 болады. Тең 14-ге, бұдан x тең 17-ге. Мына, егер x белгісіз болғандықтан, біз x-ті екі түрде қарастырамыз. Біріншісі ең үлкен деп аламыз. Ол x ең үлкені болса, бізде ең кіші санымыз 3 болады. Енді x-ті минимум деп аламыз. Ол кезде ең үлкені 15 болады. 15 азайтылған x тең 14-ге, бұдан x тең 1-ге.
Сонда 17 мен 1 болады жауабы. Міне x белгісіз болғандықтан біз екі жағдай қарастырамыз. Өкінішке орай, өйткені ешкімді ренжітпеуіміз керек. X ең үлкен деп алсам, деп қана қарастырсам, ол минимуммен ренжіп қалады. Минимум деп қарастырсам, максимуммен ренжіп қалады. Сондықтан біз ешкімді ренжітпеу үшін екеуін де қанағаттандыруымыз керек. Келесі, сиқырлы шаршы. Тігінен былайнан, көлденеңнен былайнан, диагональнан былайнан. Барлығын қоссақ бірдей сан шығады дейді. Енді қараңдар, бірақ өте көп сан белгісіз бізде. Сондықтан мен былай істеймін қазір, қараңдар. Мына екеуін былайнан қоссам бізде пока 15. Былайнан қоссам 13. Значит, 2-ге артық. Значит, мен қазір ойдан сан берем. Мен, например, мына жерге 5 деген сан берем. Барлығын қоссақ қанша шығады? 28 шыға ма? 28. И мына былайнан да 28 шығу керек. Сол кезде мына жеріміз 3 болады. Енді не істейміз? Енді былайнан қосамыз. Тоже 28 шығу керек. 28 болса, 5 пен 15 қосамыз 20. 20-ға 8 қосамыз. Сол кезде 28 шығады. Жауабы 8 болады. Көрдіңдер ма? Математикалық сауаттылық деген осы алып баратқан бір математикалық терең білімді қажет етпейді. Бір математикалық қабілетті қажет етпейді. Күнделікті ойнап жүріп шығарған есептер. Дүкендегі жеңілдіктер кезінде шайнектің бағасы 46%-ке арзандап 2073 теңге болды. Қараңдар, өзі бастапқысында 100% болады ол. 46%-ға азайған кезде 100 азайтылған 46 тең 54% осы 2700-ге тең болып қалған. Түсінікті ғой? 46-ны азайтып тастайсыңдар, 54% қалады. Сол 54%-ы 2700-ге тең. Көрдіңдер ме? Немен нені теңестіретіндерің маңызды бұл жерде. Сөйтіп 100%-ы x дейміз. X табу үшін 2700 көбейтілген 100 бөлінген 54. Мына екеуін қысқартсақ 50 қалады. 50-ді 100-ге көбейтеміз 5000. Келесі 11-ші есеп. 11-ші есеп былай дейді, заңдылықты анықтап. Мына жерде кез келген бір квадрат, мен қазір біреуін көрсетейін. Мына квадрат өзінің бір заңдылығы бар. Мына квадраттың өзінің бір заңы бар. Каждый заңды анықтауымыз керек. Ол былай. Бірінші былайнан тігінен қараймыз. Жоғарыдан төмен қарай 3 қосылып жатыр. 11-ді 3-ге қосамыз 14, 14-ге 17. Тура солай былайнан да 3 қосылып жатыр. Сонда А 15-ке тең. Енді келесі квадрат. Былайнан 2-ге бөлініп жатыр жоғарыдан төменге қарай. Мына да 2-ге бөлініп жатқан кезде 10-ды 2-ге бөлеміз, Б 5-ке тең. Дальше келесі квадрат. Мынау 3-ге бөлініп жатыр. Мынау да 3-ге бөлініп жатыр. Мынау да 3-ге бөлініп жатса, С тең 9. Мынау жоғарыдан төменге қарай 5-ге көбейтіліп жатыр. Мынау да 5-ге көбейтілсе, 2-ні 5-ге көбейтсек, Д тең 10-ға. Енді айтады бізге А мен Б-ны қос. Мына екеуін қос дейді. 20. С мен Д-ны қос. Мына екеуін қос. 19. Сөйтіп екеуін азайт 1. Міне. Келесі. Графикте оқушылардың математика пәнінен бірінші және екінші байқау сынағындағы жинаған ұпайлардың саны көрсетілген. Мына тұтас сызықтармен міне былайнан. Бірінші емтихан, ана үзік сызықпен екінші емтихан көрсетілген. Енді айтады бізге, екі байқау сынағынан да кейін ең төмен жинаған оқушыны тап дейді. Енді қараңдар. Айжан міне, ол 36. Екеуін қосамыз. 21-ге мына екеуін қосып жібереміз. Арман мынау. Екеуін қосып жібереміз. 37. Жанат 30. Айым 50. Молодец екен. 50-ден 50 алыпты. Сендер де 50-ден 50 алыңдар ал. 19 бен 1 30. Ең азы Жанат пен Жанар. Қайсысы бар? Жанар бар, жауабы А. 13. Сыныпта барлығы 28 оқушы бар. Қараңдар. 28 оқушы бар барлығы. Олардың 25%. Барлығын біз 100% деп аламыз дедік. Соның 25%-ын бірінші табамыз. X тең, тура алды жоғарыдағыдай пропорция құрсаңдар, X тең 7 шығады. Және 2 оқушы. 7 және 2 оқушы. Общий 9 оқушы. Неге барады? Мұражайға барады. 7-тен 1-і. Ненің 7-тен 1-і? 28-дің 7-тен 1-і. Яғни 7 бөлігі дейді. Яғни 7-тен 1-ге көбейтеміз.
немесе 7-ге бөлеміз. 4 оқушы қайда барады? Кітапханаға барады. 4 оқушы кітапханаға барады. Сендер сияқты в общем. Қалғаны бассейнге барады. Міне 9 бен 4 барады мұражай мен кітапханаға, екеуін қосамыз 13 болады. Сөйтіп 28-ден 13 азайтамыз. Қалғандары шығады. 15 оқушы бассейнге барады. Бассейнге өте көп оқушы барады екен. Прям сендер ғой мынау. Келесі тізбектес, қараңдар. Тізбектес деген по порядку келеді дейміз. Мысалы 7, 8, 9, 10, 11 деген сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 101, 102, 103, 104 деген. Соның ең үлкені n дейді. Ең үлкені n болса, оның алдыңғысы n-1 болады. Оның алдыңғысы n-2 болады. Оның алдыңғысы n-3 болады. n-4 болады. n-5 болады. Міне, мен қазір 6 санды жаздым. Енді олардың босылардың барлығының қосындысы не дейді? 99-ға тең дейді. Міне. Теңдеуді қазір мен сендерге әдемілеп тұрып құрып бердім. Ең үлкені n, оның алдыңғысы 1-ге кем, оның алдыңғысы 2-ге кем, оның алдыңғысы 3-ге кем, солай кете береді. Мынаның барлығын қоссақ, 6n минус, мыналардың бәрі қосылып кетеді. Минус 9, минус 12, минус 14, минус 15. Тең 99. 6n тең мынауына жаққа қосылып кетеді. 114. Бұдан n тең 20, 19. n 19-ға тең екен. Келесі 15-ші есеп. Параллелепипедтің бір төбесіне суретте көрсетілгендей дене қиып алды. Мына жерден қиып мына жерге қойды. Енді пайда болған денелердің жақтарының қосындысын тап дейді. Қараңдар. Негізі любой бұл параллелепипедте 6 жақ болады. Алды, арты, оң жағы, сол жағы, жоғарғысы, төменгісі. Содан 3 жақты кесіп алынды. Негізі 6 жақтың 3 жағын кесіп алса, негізі бәрі ойлайды 3 жақ қалады деп. Наоборот, қосылып кетеді ол. Өйткені қараңдар. Мына алды бар, арты бар, оң жағы бар, сол жағы бар, жоғары бар, төменгі бар. Мына жақтың өзі бөлек жақ болып саналады. Мынаумен 7, мынаумен 8, мына астымен 9. Значит, мынада бізде 9 жақ бар. Ал мынада бізде қарапайым 6 жақ бар. Асты, үсті, жоғары, екі жаны, алды, арты. Сөйтіп, общий 15 жақ болады екен. Жауабында есептің 15. Міне, құрметті оқушылар, осындай математикалық сауаттылықтан осындай есептер келеді. Осыған ұқсас есептер келеді, сондықтан міндетті түрде жазылыңдар, есептерді қараңдар. Міндетті түрде осыған ұқсас есептер келеді. Пайыз точно келеді, сендерге айтайын. Мынандай график точно келеді. Логикалық заңдылықтар точно келеді. Процент айттық точно келеді деп. Мынадай логикалық есептер точно келеді. Өзгеріс ауқымы медиана ол жыл сайын келеді. Теңдеу құрып шығаратын есеп точно келеді. Сондықтан міндетті түрде қарап үйреніп жүріңдер.